Саламатсыздар ма? 280 орта мектеп ең сынып пәні мұғалімі Жансызба Лейла. Бүгінгі менің тақырыбым бесасық. Бағдарлама бақты ұлттық ойын. Мақсаты бесасық ойынын жандандырып, жоғары деңгейде оқушылардың ұлттық ойынға деген қызығушылығын қалыптастыру. Міндеттері мектеп базасындағы дене тәрбиесі сабағында алынған білімдерін шыңдап, шеберлігін қосымша білім беру арқылы әрі қарай дамытып, оқушылардың дарынын ашу. Бесасық ойынын меңгере алатын тұлға қалыптастыру. Бесасық ойыны сондай-ақ ептілікке, бергендікке, ұқыптылыққа, сергектікке баулу. Қазақтың ұлттық ойындары баулуға құштарлығын арттыру. Қазіргі ұрпақтың санасына алыстап бара жатқан бабаларымыздың ұлттық ойын түрлерін, әсіресе бесасық ойынын жандандырып, бесасық бағдарламасында жыл бойы 68 сағат, 2 сағаттан бағдарлама қарастырылған. Бағдарлама өзектілігі мектеп оқушыларының патриоттық сезіммен ояту, отанға деген сүйіспеншілігін, білімді және біліктілікті тұлға қалыптастыру үшін бесасық ойындары арқылы сабақта және сабақтан тыс ықпалдастырылған пәндерді жүргізу қажеттілігі туып отыр. Бесасық баланың жастайынан жүйке жүйелерін шыңдап, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. Осындай қасиеттері болмаса, адам ойында өмірде деген көздеген мақсатына шыға бермейді. Бағдарлама жаңашылдығы. Халқымызда ұлттық ойындары жаңартыла отырып, заманауи технология бойынша ұрпақ бойына тарту, ұлттық патриоттық эстетикалық тәрбие берудің инновациялық негіздерін қалыптастыру, бағдар беру. Оқушы бесасық ойын ойнау барысында күту нәтижесі. Бесасық ойын ойнау барысында логикалық ойлау қабілеттігі арттырады. Бесасық ойыны арқылы негізгі пән аралық байланыс жолға қойылады. Ойындар арқылы логикалық тапсырмаларды жылдам орындайды. Ұлттық ойындардың маңызы қозғалыс қасиеттерінің дамуы мен бір мезгілде қозғалыс дағдыларында жетіледі. 283 орта білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекет мекемесі. Менің бесасық жоспарым үйірмесі. Тыңдағандарыңызға рахмет.